Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәнінен қос теңсіздіктер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 133-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. Оқулықтың 13-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Калькулятордың көмегімен есептеп, қандай сөз шығатынын анықта. Және сен сол сөз туралы не білесің? Оны келесі бейнежазбадан тамашалайық. Телескоп Әбу-Насыр Әл-Фараби жасаған ойыс әйнектің негізінде жасалғанын білесің бе? Балақай, телескоптардың арғы негізі қазақ астрономиясы тарихында жатыр. Телескоптың шығуына ұлы энциклопедист ғалым Әбу-Насыр Әл-Фараби жасаған ойыс айна негіз болды. Әл-Фарабидің телескоп жасау жөніндегі еңбегімен астроном ғалым телескоп жобасын жасаушылардың бірі Йоган Кеплер жақсы таныс болған. Ұлы бабамыз Әл-Фараби жасап берген ойыс айналы телескоптан бастау алған бақылау зерттеу құралдары уақыт өткен сайын жетілдіріле түсті. Бертін келе, әлем елдерінде қазақтың қасиетті киіз үй пішінді обсерваториялар салына бастады. Жарайсыңдар. Олай болса, екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. 10 кем x-тен және x кем 30-дан. Бұл жерде біз жеке екі теңсіздікке ауыстыру үшін x артық 10-нан және x кем 30-дан деп аламыз. Дәптеріңе осындай сан сәулесін сыз және көрсетілген сан аралықтарын белгіле. Теңсіздіктердің шешімдерін сәуледе қиғаш сызықтармен көрсет. Бірлік кесінде үшін екі торкөзді белгіле. Үшінші тапсырма. Қос теңсіздікті түрінде жаз. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Т белгісізі 5-тен артық және 10-нан кем. Бұл жерде біз 5 кем x-тен, 5 кем t-дан және t кем 10-нан деп жазамыз. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын біз 5 және 10 сандарының аралықтарындағы сандарды аламыз. Төртінші тапсырма. Шоқ жұлдыздарға ежелгі заманнан-ақ атау берген. Ертеде адамдар жердің солтүстік жарты шарында басымырақ тіршілік еткен. Олар аспан әлемінің өздеріне көрінетін бөлігін ғана бақылаған. Сондықтан шоқ жұлдыздардың шамамен жартысына ғана, яғни 88-дің 47-сіне ғана ежелгі мифологиялық кейіпкерлердің атын берген. Оңтүстік жарты шардан көрінетін екінші жартысы тек 17-ші ғасырда ашылған. Оларға ұлы географиялық ашылулардан кейін атау берген. 47 кем x-тен x кем 88 қос теңсіздігінің шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле. Шешімдер жиынындағы сандарды ата. Қанша сан алынды? Қанша шоқ жұлдызға 17-ші ғасырда атау берген? Келесі тапсырма сендерге үй тапсырмасы. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынынан сан сәулесінде белгілеп көрсет. 556 кем x-тен x кем 562-ден. 450 кем x-тен x кем 452-ден. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.